Қайырлы күн, құрметті қазылар алқасы, әріптестер және байқау қатысушылары. Менің есімім Мұхамбетова Ақманшық Бақтиярқызы. Атырау облысы Мақат ауданы Мұса Баймұханов атындағы орта мектептің кітапхана меңгерушісі болып жұмыс жасаймын. Осы салада мен 12 жылдан бері еңбек етіп келемін. Кітапхана бұл кітаптар қоймасы ғана емес, ол білімнің бастау бұлағы, шығармашылықтың шексіз кеңістігі, тұлғаны тәрбиелеудің мәдени орталығы. Қазіргі заманғы оқырман цифрлық сауатты, тез ақпарат қабылдай алатын ізденімпаз тұлға. Сол себепті мен өз жұмысымда өзгермелі тәсілдерге, ақпараттық технологияларға және шығармашылыққа баса назар аударамын. Жұмыс барысында мен келесі қағидаттарды басшылыққа аламын: оқушының тұлғалық дамуына ықпал ету, қызығушылықтарына сай әдебиеттер ұсыну, ақпараттық сауаттылықты арттыру, медиа білім, интернет қауіпсіздігі тақырыптарында шеберлік сабақтарын өткізу, жаңашылдық пен импровизация, квест сабақтар, буктрейлер, жанды кітап форматындағы жобалар ұйымдастыру. Мысалы, оқу ақыштар мектеп жобасы аясында QR-кодпен кітап оқу бұрышы құрылып, оқушылар электронды кітапханамен де жұмыс жасауды үйренді. Ал бұл бастама оқушылардың кітапқа қызығушылығын арттырып, кітапханамен байланыс жаңа деңгейге шығарды. Мемлекет басшысы алдағы 5 жылдың ішінде Қазақстан цифрлық мемлекетке айналуы керек. Бұл айқын әрі өзгермейтін мақсат. Себебі біз жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін толық пайдаланатын ел болуымыз қажет деген болатын. Соған байланысты кітапханамызда жасанды интеллект арқылы оқушылармен жұмыс жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар мектеп кітапханасын тек оқу орны емес, қауымдастық орталығына айналдыру мақсатында әдеби клуб ашып ұйымдастырылып жатыр. Мен үшін кітапханашы болу бұл мамандық қана емес, миссия. Әр оқырманға дұрыс бағыт беріп, оларды парасатты, рухани бай азамат етіп қалыптастыру менің басты мақсатым. Сөзімді ұлы Абайдың сөзімен аяқтағым келеді: артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге. Менің міндетім сол ғылымға жетелер жолда оқырманға серік болу.